Бөлу көбейтуге кері амал. Көбейту және бөлу өзара кері амалдар. Көбейтуді тексеру. 4-ті 5-ге көбейтсек, 20 шығады. Жиырманы 5-ге бөлсек, 4 шығады. Егер көбейтіндінің мәнін көбейткіштердің біріне бөлсем, екінші көбейткіш шығады. 20-ны 4-ге бөлсек, 5 шығады. Көбейтуді бөлу арқылы тексеруге болады. Бөлуді тексеру. 18-ді 3-ге бөлсек, 6 шығады. Алтыны 3-ге көбейтсек, 18 шығады. Егер бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтсе, бөлінгіш шығады. Егер бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлсе, бөлгіш шығады. 18-ді 6-ға бөлсек, 3 шығады. Бөлуді көбейту және бөлу арқылы тексеруге болады.